Сәлем достар, сіздермен бірге мен Жаңылсын. Бүгін сіздермен үй жағдайында тез әрі дәмді, қол жетімді заттармен дайындалатын классикалық корндок рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл корндокты міндетті түрде балаларыңызға жасап көріңіз, ұнатпай қалуы мүмкін емес. Бізге қажет болатын заттар: ұн, сүт, 2 жұмыртқа, сосиски, тұз, қопсытқыш және де шпажка. Видеода көріп тұрғандарыңыздай 2 жұмыртқаны әуелі саламыз, содан кейін тұзын салып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін сүт құямыз, ұнды салып, тағы да жақсы біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Сосискиді мен осылай 2 бөлікке бөліп алдым. Өйткені шпажкаға түйрегенде де, қуырғанда да ыңғайлы болады. Майымыз қызғанша, осылай сосискаларды шпажкаға түйреп дайындап аламыз. Жаңағы қою дайын болған массамызды сосискалар батыруға ыңғайлы болу үшін осындай стаканчикке құйып аламыз. Жаңағы қызып тұрған майға 2 жағын бірдей қызарғанша қуырып аламыз. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.